қазақтың саяси сауаттылығын қалай көтереміз? Бұны өте кеңінен айтуға болады. Осы дүние жүзіндегі құқықтық мемлекеттерді бәрін қарасақ, ең алдымен сол халықтың сауаттылығын көтеруден бастайды екен. Ең алдымен заңдық сауат беруден басталады екен. Яғни адам ең алдымен әрбір адам сенің құқыңды ешкім біреу келіп қорғап бермейді екен. Сенің мүддеңді, сенің тапталған құқыңды біреу келіп, әкім келіп қайырымдылық істеп, немесе бір министр келіп қайырымдылық істеп, сені қорғап бермейді екен. Сені өзіңді өзің қорғайды екенсің. Осыны қарап отырсақ, барлықтарыңыз білетін, анау Шерлок Холмстың шығармаларын оқысаң, сол Шерлок Холмстың шығармасында, Конан Дойлдың шығармасында біздің мына үлкен қыз, болашақ ел анасы сол Конан Дойлдың Шерлок Холмстың үйін сатып алыпты ғой Лондондағы. Оның қанша $100 миллион болды, өздеріңіз интернеттен табасыздар. Сонда бір заңгер шал туралы сөйлейді. Енді ойлаш, ол қай жыл? 1800 бәлен жыл. Ойлаш, қазірден 2 ғасыр бұрынғы дүние. Анау Ватсон дәрігердің өзі Ауғанстанда жараланып, ауған тәліптердің, сол замандағы тәліптерінің оғы тиіп, Англияға қайтып барған дәрігер. Сөйтіп ол Шерлок Холмстың көмекшісі болады. Сөйтіп отырып жағын жазады. Мысалы, енді оқиғаның тізбегі солай. Тіпті ол ең соңында жаза келіп, ойдан құрастырылған Шерлок Холмсты өлтіргеннен кейін жаңа Баскрабл иті деген шығармасында. Бүкіл Лондондағы жаңа ақ сүйегі бар, анау үйде отырып еріккен қатындары бар, басқасы бар, бүкіл наразы болып жаңағы. Содан ол қайтадан Шерлок Холмсты тірілтетін болады. Ол енді виртуалды шығарма ғой. Ол енді қазірге дейін қанша сериал кино шықты, қанша фильмдер түсірілді, индустрияға қалай, кино өнеркәсіп индустриясына қалай әсер қылды, бәріміз білеміз. Сонда жаңағы соншама оқиғалар бар ғой, сұмдық оқиғалар бар енді. Америкадағы екі тайпаның адамдар біріне бір өшігіп, ең соңында соны біреусі бір ақтарға құл болып сатылып Англияға барса, анау кегін алатын, екеуі де екі тайпаның сыңары қалады, жалғыз қалады. Анау рушылдық, тайпашылдық қарашы, соның кегін алу үшін анау да құл болып сатылып Англияға келіп, ананы өлтіріп тыныштабады. Енді осы сияқты сұмдық оқиғалар бар. Бірақ енді бір оқығаным маған қатты әсер қылғаны, сонда бір заңгер шал туралы айтады. Ол заңгер шал енді мынау парламентті, ақсүйектер палатасын, мына конгресті тас-талқан қылып сындайды да жатады. Заңдардың тесік тұстарын, қисық тұстарымен дауласады да жатады. Ал соңында қараш, сол бір шалды солай образдап суреттейді. Енді ол реал өмірде болмаса жазушыдан жазбайды ғой. Бірақ сөйтіп заңның бабы, кәдімгі пойыздың рельсін қалай салады? Ол жердегі кәдімгі автокөліктің жолы сияқты емес қой, пойыздың рельсі. Тура заңды да Англия солай қатырғандығының бір кішкентай бір эпизод көрінісі. Ал ағылшындар сөйтіп заңмен ел басқаруды қолына алып, кейін патшаның билігін әлсіретіп, сайлау арқылы сайланатын премьер-министр, яғни уәзірге жол беріп, патшалық үстем таптың билігін сақтап қала отырып, кәдімгі сайлаумен болатын билік жүйесіне ауысу барысы, осының бәрісі айналып келе Англияны дүниедегі ең құдіретті, күшті қуатты ел ретінде сақтап қалды. Демократияға өсті. Дара билеушіліктен бейбіт түрде демократияға өсті. Франция алай-дүлей, төңкеріс, соғыс, қырғын, бәлен реткі Франциядағы республиканың құрылуы, Бастилия түрмесінің алынуы қан төгіспен болса, Англияда бейбіт түрде демократияға өтіп кетті. Енді қараңыздар. Соның барлығы неден? Адамдардың, халықтың өзінің сауаттылығына байланысты, өз құқын қорғауына байланысты.